19 қарашаға арналған жолды жорамал. Тоқта, бүгінгі күні тоқтылар өзгелермен сөйлесуге, соңғы жаңалықтарды талқылауға және алдағы жоспарларды ақылдасуға мұқтаж болады. Бүгінгі күні барлық тақырып жөнінде сөйлесудің қолайлы мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. Ер тоқтылардың әйел адамдармен басып піспей жатуы мүмкін, ал әйел адамдарға барынша төзімді болуға кеңес береміз. Жұмысыңызға мән беріңіз. Кейбір нәрселерді көзден таса жіберіп алсаңыз, алдағы уақытта ескерту алуыңыз мүмкін. Махаббат жағына келер болсақ, бүгінгі күн романтикалық кездесулер мен сөйлесулер үшін қолайлы емес екенін ескертеміз. Торпақ, сәттілікке қол жеткізу үшін бүгінгі күн өкінішке орай мүмкіндік бермейді. Тек сәтті сәйкестіктерден үміттенуге болады. Дегенмен де, қулық арқылы жеткізген сәттілік ұзаққа созылмай, оның кері тұстары болуы мүмкін. Торпақтарға көңіл көтеретін жерлерге, отырыстарға бармауға кеңес береміз. Себебі, бұл күн оған арналмаған. Орта шаруаны атқаратын адамдармен бірге болып, алдағы жоспарларды пысықтап шығуға болады. Жеке өміріңіздегі жағдай да аса қуантарлық емес. Бүгінгі күні танысқан адамдардан байсалдылық байқалмайды. Оларды ертеңгі күні ұмытып та кетесіз. Егіздер, сәттілік өміріңіздің кез келген саласында байқалады. Жұмысыңызда болсын, жеке өміріңізде, оқуыңызда, тіпті маңызды кездесулер мен сөйлесулерде де байқалады. Көптеген егіздер өздері үшін жаңа нәрселерді ашып, танымын кеңейтеді. Дегенмен де маңызды құжаттарға абай болуға кеңес береміз. Оларды әлдекімдерге жіберу қажет болса, күте тұрыңыз. Тек бүгінгі күні жібермеңіз. Жұлдыздар достық байланысты романтикалық байланыспен араластырмауға кеңес береді. Осы кішігірім ережелерді естен шығармасаңыз, бүгінгі күн сізге тек қуаныш пен сәттілік әкеледі. Шаян, сәттілік пен сәтсіздік қатар жүретін күн. Бүгінгі күні шаруаларыңызды жоспарлау кезінде маңызды және маңызды емес шаруаларды кезек-кезек қоюға кеңес береміз. Кішігірім жетістікке қол жеткізуіңіз мүмкін. Серіктестермен ортақ келісімге келу қиынға түседі. Жеке қарым-қатынастарыңызға ескі қызғаныш сыза түсіруі ықтимал. Өзіңіз не болып жатқанын түсінбей жатсаңыз, достарыңыздан болып жатқан жағдайды сырт көзбен бақылауын сұраңыз. Сонда сіз нендей жағдай орын алғанын түсінесіз. Ең бастысы, өз қателігіңізді мойындаудан қорықпаңыз. Арыстан, жұмысыңызға қатысты сыртқы байланыстарды іздестірген жөн. Қосымша байланыстар сізге қажет нәтижелерді дер кезінде алуға мүмкіндік береді. Егер жаңа шаруаның басталуын күтіп жүрген болсаңыз, сізбен бірге болатын серіктестер мен көмекшілердің кім екенін, қызметін қай деңгейде атқаратынын біліп алыңыз. Сақтықта қорлық жоқ демекші, алдағы уақытта да сақтық пен мұқияттылық сізді талай жағымсыздықтардан қорғайды. Жұлдыздар арыстандарға сүйіктісіне көңіл бөліп, оның болмысына назар аударуға кеңес береді. Бәлкім, сіз өз жұбыңыз жайлы кейбір нәрселерді білмейтін шығарсыз. Бикештерге үзіліс жасау керек. Өз сезімінің жетегінде және қызбалық пен қателіктерге бой алдырып қою қаупі бар. Ашуыңызға материалдық дүниелердің жетіспей жатуы немесе қаржылық тапшылықтар себеп болуы ықтимал. Дегенмен де, жақсылап ойлансаңыз, мұндай жағдайлардан шығатын амалдарды табуға болады. Аталған қызбалық жеке қарым-қатынастарыңызға да біраз қиындық әкелуі мүмкін. Сол себепті де барлығын ашуға жеңдірмей, өзіңізді бақылауда ұстаңыз. Ертеңгі күні өзіңіз жасаған қателіктерден ұятқа қалмас үшін жақсылап ойланыңыз. Таразы, кейбір салада қиындықтар бар екенін байқайсыз. Қиындықтар заң тұрғысынан, тіпті психологиялық тұрғысында да болуы мүмкін. Серіктестермен немесе әріптестермен ортақ тіл табу қиынға соғады. Бүгінгі күні сөйлесу барысында ұстамды болып, артық нәрсе айтпауға тырысаңыз. Кейбір адамдар бір сөзіңізді іліп алып, форс-мажорлық жағдай жасап жіберуі мүмкін. Сондықтан да энергетикалық вампирлерден бойыңызды аулақ ұстап, нақты әрі маңызды шаруаларға ғана көңіл бөлуге тырысыңыз. Саршаян, кішігірім шаруаларыңызды жоспар бойынша атқарыңыз. Бүгінгі күні үйіңіздегі, жұмысыңыздағы мәселелер жан-жақтан мазаңызды алуы мүмкін. Сондықтан да әрқайсысын рет-ретімен, кезек-кезегімен шешуге тырысқаныңыз жөн. Саршаяндардың жағымсыз әдеттері сөз болуы ықтимал. Бұл әрине қызба мінезді саршаяндарға ұнай қоймасы анық.
Алайда жағымсыз әдеттеріңіз денсаулығыңызға кері әсер ететін болса, оны тастайтын кез келді. Сөз ең өткір қару дейді. Өзгелерге ауыр, өкпелететін сөздер айтудан аулақ болғайсыз. Меркен, жеке бюджетіңізге мән беріп, есеп жүргізбесеңіз, ертеңгі күні құр тиындарды құшақтап қалуыңыз ғажап емес. Сәттілікке жетер жолда бұрынғы жасаған қателіктеріңізді қайталап барлығын бұзып алмас үшін жаныңызға білікті кеңесшіні алғаныңыз жөн. Егер ондай адам табылмаса, ғаламтордың көмегіне жүгініңіз. Кездесулерге баруды жоспарламас бұрын қаражатыңыздың жеткілікті екендігіне көз жеткізіп алыңыз. Себебі кейбір мергендер қаражатының жетпей қалуына байланысты жағымсыз жағдайларға тап болуы мүмкін. Тауешкі, қажеттіліктеріңіздің соңында жүгірудің қажеті жоқ. Қазіргі таңда жан-жақты мүмкіндігіңізді талдап, қажетсіз шығындардан, пайдасыз дүниелерден құтылуыңыз керек. Алдағы күндері сізге жақсы ұсыныстар түседі. Оларды қабылдауға дайын болу үшін қазіргі уақыттан бастап өзіңізді дайындауыңыз керек. Кейбір тауешкілерге кемшіліктермен жұмыс істеуге кеңес береміз. Әсіресе күдікшіл және күмәншіл белгі өкілдеріне психологиялық тұрғыда көп жұмыс жасау қажет. Егер әр нәрседен күдіктене беретін болсаңыз, сізде алға жылжу байқалмайды. Өзгелердің сөзіне емес, нақты нәтижелерге, деректерге сеніңіз. Сонда ғана еш тұтылмайсыз. Су қойғыш. Қай саланың адамы болсаңыз да, бүгінгі күні сізге нақты расталған ақпараттардың қажет екенін ұмытпаңыз. Себебі сізді әлдекімнің алдап, өз торына түсіргісі келетіні байқалады. Сондықтан да өсек аяңға сенбей, өзіңіз расталған ақпараттарды жинақтап, көзіңіз көрген нәрселерге ғана сеніңіз. Материалдық қиындықтар байқалған жағдайда барлығын өзіңізге ғана жүктемей, жақындарыңыздан көмек сұраңыз. Тек оларға барынша шынайы болып, бар жағдайда дұрыс жеткізіңіз. Сонда ғана олардың қолдауына ие бола аласыз. Балықтар, сәттілік жиі байқалғанымен, бойыңыздағы энергияны дұрыс жұмсай білуіңіз керек. Қазіргі күні сізге жан-жаққа көз жүгіртудің қажеті жоқ. Өз жолыңызды тауып, өзгелердің әрекеттерін қайталамаңыз. Жалпы, балықтардың көңіл күйі құбылмалы болады. Сондықтан да күні бойы өз көңіл күйіңізді көтеріп, жағымсыз әсерлерден қорғануыңызға тура келмек. Кейбір шаруаларыңызда қиындықтар байқалса, оны келесі күнге ауыстырғаныңыз жөн. Егер шамаңыз жетпейтіндей шаруаны байқасаңыз, дереу тоқтатыңыз. Тоқтатпаған жағдайда оны одан бетер күрделендіріп жіберуіңіз мүмкін. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.